Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта белгілі веб-дизайнер, веб-сайт жасаушы, аниматор Батыр Хамзаұлы. Бүгін біз сіздермен бірге жалпы дизайн туралы, сайт жасаудағы негізгі мәселелер туралы біраз әңгіме қозғайтын боламыз. Сонымен Батыр, сөз кезегі өзіңде, кішкене өзің туралы айтып таныстырып өтсең. Мен атым Батыр. 1984 жылы Түркияда тудым. Өзім қазақпын. Енді соңғы 5 жыл болып қалды Қазақстанда жүрмін. Мамандығым сол негізі жалпы график дизайн. Бірақ сонымен қатар бірге нені жүргізген, біраз интернеттік бағдарламалар, сосын экшн скрипт сияқты бірнеше тілді жаттап, одан кейін өзіме былай веб дизайны мамандық болып таңдаған. Білімді қайдан алдың? Білімді сол Истанбулда, Түркияда туған қаламда, Мармара деген университетте. Жалпы енді веб-сайт туралы әңгіме қозғап отырмыз. Сайт жасатқысы келген адам не істеу керек, қайда бару керек, неден бастау керек, кімге бару керек, ол мысалы ол өзінің сайтын жасату үшін қандай компанияларды қалай таңдап алуға? Бұл бастысы не сияқты емес, бұл соңғы бізге жаңадан келген бір не ғой? Үрдіс қой? Үрдіс қой. Сондықтан елдер немесе компаниялардың бұлай шатасу, қателесу мүмкін. Себебі бұрыннан осындай жұмыс істеп көрмеген. Бұл кәдімгі бір жаңадан үй құрастырған, әлде дайын нәрсені сатып алған сияқты емес. Кәдімгідей сіздің егер компанияңыз болса, компанияңыздың имиджіне, ал өз жеке сайтыңыз болса, өзіңіздің бұлай көңіліңізден шығатын дизайнға келтіру керек. Бізде барлығы адамдарда техникасынан көрі дизайнға бейімделеді адамдар. Себебі ол алғы бетте солай көрінеді, қаншалықты әдемі көрінсе, соншалықты жақсы болады деген бір түсінік бар. Ал түкпіріндегі функцияларын, оны кім пайдаланатынын ештеңесін тексермейді да, кез келген бір компанияға бара береді, $200-дан $20,000 дейін мысалы сайт жасатуы мүмкін. Немесе осындай бір түсінік бар, қаншалықты қымбат болса, соншалықты жақсы болады деп. Одан бұрын бастысы арғы жасаған компанияның нелерін көріп керек. Егер бір компанияға барсаңыз, ол компанияның бұрынғыдан істеген жұмыстарын, қандай не себеппен істеген, қалай істеген деген сияқты. Мысалы, өзім бұрыннан жазған бір нем бар еді, шрифт дизайнер деген мақалам бар еді. Шрифт дизайнер. Ол жерде мысалы нені түсіндірген, бір жиналысқа бардыңыз ба, немен, веб компаниясымен. Сол жерде бастысы ненен қашындар. Сізге бұлай әрқашан 3 әріптен бұлай құрастырылған қысқаша сөздермен, мысалы PHP, ACP, .NET, ана-мұна деп мысалы қайталап тек техника туралы айтатын нелерден қорқыңдар, компаниялардан. Себебі ол сізге бұлай сіз түсінбейтін бір әлемді кәдімгі сізге немен түсіндіріп жатыр. Басқа жолдарға тартып жатыр. Одан бұрын мысалы жаңа технологияны пайдаланбаса, сізге бұрыннан жасаған жұмыстарының не себеппен, не мақсатпен жасалғанын түсіндіре алмаса, ол компаниялардан қашу керек. Жалпы коммерциялық сайттар жасағанда веб-дизайнның бір негіздері, шарттары бар? Бұл жалпы нелер үшін бір заң бар, мысалы дизайн заңдар, веб-дизайн заңдары. Ол қандай мысалы? Және коммерциялық сайттардың жеке заңдары бар. Басты жалпы сайттарға келсек, бірінші жасататын адамның өзі біраз несін біліп тұру керек, өзіне не керек екендігін. Өзінің сайтының талаптарын? Өз сайтының талаптарын. Басты сол үшін сценарий жасау керек. Мысалы алайық, бір компания, финанс компаниясы, қаржылық компания, өзіне не тартады, мысалы инвестор тартатын компания. Бұл компанияның мысалы сайтына кім кіреді? Жастары нешеде адамдар, қай компаниялар, қандай, қай жақтан, қай мемлекеттен, қай қаладан. Яғни өзі жасатқалы отырған сайттың негізгі аудиториясын белгілеу керек. Себебі, мысалы қаржылық компанияның сайтына 18-20 жасты адамдар кірмейді. Өздерінің жалпы нелерін клиенттерін қарасақ, 45-тен асқан, 50-ден асқан адамдар. Бұл адамдар интернетпен кеш танысқан, және барлық нәрсені түсіне бермейтін. Сондықтан мысалы дизайн соған қарай бейімделеді. Мысалы нелерін, түймелерін үлкен жасау керек, нелерді анық тұнық түсіру керек деген сияқты. Ал сценарийін белгілеген соң дизайншы ол дизайнды алып, мысалы бір неден бұрын, сайтқа шығармастан бұрын, бір алып адамдарға, халыққа көрсету керек жалпы несіне, аудиториясына. Сонда дұрыс нәтиже алады.
Сосын ол нені сайттан пирамидамен жасау керек дұрыстап. Астына дұрыс датабейздің базасының үстіне ақпаратын дизайн ең кішкентай, ең үшінде несіне келтіру керек. Үшке бөлмесеңіз егер, ол қарбалас болып кетеді. Бірінші базаны реттеу керек, не істелетінін белгілі болу керек, одан кейін сапалы ақпарат керек, одан кейін дизайн керек. База деген не? База деген енді мысалы өзіңіздің мәліметтеріңіз ғой. Мәліметтер қоры. Иә, қоры. Енді мысалы ол компания туралы мәлімет сол ғой. Иә, бірақ мысалы сіздің компанияңызға ол база дегенде тек немен кетпейді, оның ішіне форумдар бар ішінде. Мүмкін сіздің сайтыңыздың өзі нелері бар, форумдары бар. Сізге келетін фидбек, ана жазылған хаттардан, мысалы келетін толтырылатын нелерден, анкеталардан келетін результаттар бар. Оның бәрін дұрыс реттеп, әрқашан нені жинап керек. Оған негізі дата майнинг дейді, не қазу, ақпарат қазу дейді, қазып шығару деген сияқты. Мысалы сайтыңызға кірген адамдардан имейл адрестерін алу, олармен хабарласып тұру, оның бәрі негізі базаның жұмысы. Сол базаға егер дұрыс жиналса, болашақта ол сіздің кәдімгі қолыңызда не болады, бір күш болып тұрады. Керек кезде ол кісілермен хабарласа аласыз. Оның мүмкін егер бір пиар компаниясы болсаңыз, оны алып басқа адамдарға сата аласыз деген сияқты. Легал мейлинг деген жүйеге егер әлде бізде қалыптасқан жоқ ондай нәрселер. Мысалы сіз бір сайтқа кірдіңіз, поштаңызды жаздыңыз, сізге апта сайын не келіп тұрады, жарнамасы несі келіп тұрады. Хабарламасы. Иә, осыған легал мейлинг дейді. Себебі сіз кіріп өзіңіз қабылдап тұрып жібердіңіз. Ал бұл легал мейлингте кейбіреулер мысалы байқамасынан бәрімен келісіп баса береді да, ол базаларды алып, одан кейін басқа компанияларға сатады. Мысалы неше түрлі дәрі-дәрмек жарнамалары, спам келетін пошталар, олардың бәрі сол арқылы келеді. Соның бәрі тағы базадан өтеді. Сондықтан базаны бірінші дұрыстап алу керек. Бұл сонда бұның ар жағы имейл маркетингке кетіп қалады. Иә, имейл маркетингке де кетеді, өзіңізге де ақпарат, мысалы таза ақпарат. Егер дұрыс не келтіре алсаңыз, мысалы трекер қоса алсаңыз, ненің ішіне, базаның ішіне нені көре аласыз. Бұл сырттан келген адам менің сайтыма кірді, қай бетке қарады, қай бетке қарамады деген сияқты. Оларды қазір енді Яндекстің, Гуглдың жеке жүйелері бар. Сонымен де көре аласыз, бірақ бұрыннан істелетін әдіс сол база арқылы жүретін еді. Жалпы біздің елімізде осы сайт жасау өндірісінде қандай бір проблемалар ма, өзгешеліктер, айырмашылықтар, жалпы осы туралы бізде тағы өткенде айтқан сияқты, осының аты карго культ деп аталады. Карго культ, иә. Карго культ деген нәрсе сол адамдар бірінен алады да, көшіріп алады, одан кейін одан үміт кетеді. Бізде көшірме сайт өте көп. Немесе дайын жүйеге сүйенген сайттар өте көп. Мысалы, франшизаның өзі де көшірме емес пе? Иә, енді көшірме болғанда, бірақ ол мысалы өзгеріс бар. Бұл не сияқты? Мысалы, бұрыннан да Walkman деген нәрсе бар еді. Ал оны Apple алды да iPod-ға айналдырды. Екеуінің жұмысы, атқаратын жұмысы бірдей. Түпнұсқасы бірдей. Бірақ біреуі кәдімгі технологияны пайдаланып, болашақта бүкіл әлемге таныстырды. Айырмашылығы сонда ғой. Функция сол күйде қалады. Функция сол күйде қалса да, басқаша болады. Иә, бірақ функциялар оңайлатқан, оның кішірейткен, ішіне одан көп мүмкіндік қосқан. Ал мысалы YouTube-тың карго культі кастюб деп айтқым келеді осылай да. Иә. Бірақ енді ол қалай өзгеше ұсыну керек еді сонда? Мысалы локализация Қазақстанға керек нәрселерді. Біз YouTube өзі ішінде де күнбе-күн өзгеріп жатыр ғой. Мысалы 3 ай бұрын не жоқ еді, стрим деген нәрсе. Қазір өз базаларына не жетпей жатыр, мысалы көбейту. Күнделік миллиондаған, миллиардтаған видео қосылады да. Оны үлкейту мүмкін емес, және күнделік адам нелердің стрим саны өте көп болғандықтан, мысалы қазір видеоны бастатасыз, бұрыннан былай толық бүкіл видеоны толтырып шығатын еді. Иә. Қазір басып қалсаңыз тоқта қалады, стримді тоқтатады. Себебі бұл сервердан пайдалану деген. Бұл YouTube әлі өзін дамытып тоқтамай келе жатыр. 2 жыл бұрынғы YouTube пен қазір YouTube бірде емес. Бұрыннан сізге не ұсына алмайтын еді. Мысалы бір футбол туралы видео көрдіңіз, қасыңызда басқа бір футбол туралы видео беретін еді. Ал қазір өз таңдауыңызға байланысты кросс жасай алады. Мысалы мен бір футбол туралы видео көрдім ба, ішінде бір адам бар мысалы, сол адам туралы жеке не шығара алады маған, ұсыныс шығара алады. Бұл ол өзін дамытып алады да? Иә, өзін дамытып келе жатыр. Және ішіне жарнама алып жатыр оны. Жарайды, бұл енді білмедім, техникалық па, функционалдық жағы деп айтады. Иә. Бірақ мысалы дизайн тұрғысынан немесе контент ұсыну тұрғысынан қарағанда, кастюбті қандай қылып ұсынуға болар еді? Бастысы кастюбте мысалы мақсат не емес қой, бір YouTube сияқты белгілі бір жүйеге айналып ақша табу емес қой. Бізде менің ойымша кастюбтың тек жасалу себебі
бір жағынан саяси, бір жағынан енді өзімізге керек деп ойланған. Сол карго кілт болған соң несі жоқ. Ішіндегі ана өзегі жоқ. Өзегі жоқ. Құру сайт көп нәрсе әрқашан нелерде бір 3-4 видеодан кейін қате беріп қалады. Кейбір видеоны ашпай қалады. Техникалық несі өте көп. Ішінде ақаулар өте көп. Бірақ оны түзетіп Vimeo сияқты сайтқа айналдыруға мүмкіндігі бар. Мысалы Vimeo бұрынғы басқаларына қараған дизайнымен де ерекше, видеоплеермен де ерекше, және олар тек HD қабылдайды, мысалы, өз жүйесінде. Қосқанда да кәдімгідей басқаша көрінеді. Ол кәдімгі YouTube'мен бірге, YouTube'дан кейін бастап, енді озалмаса да белгілі бір деңгейге жетіп қалды. Өзінің аудиториясы. Өзінің аудиториясы бар, белгілі пайдаланушылары бар. Әсіресе блог пайдаланушылар YouTube'дан көріп сол жаққа қосады. Неліктен? Себебі ана HD видеоны тез қабылдайды, және тез конверт жасайды. YouTube'да мысалы енді кейбір кезде серверлар не болып қалса, адам саны көбейіп кетсе не болып қалады, 2 сағат, 3 сағат күткізеді. Және мысалы авторлық жағынан YouTube қатты, Vimeo сәл біраз еркіндік береді. Мысалы фонында бір танымал музыка қосқан бір видео жасап қойсаңыз, оны сразу тауып алған соң сізге хат жібереді. Осы өлең негізі осы кісінің болған құлыптап тастауы да мүмкін де сіздің аккаунтыңызда. Ал Vimeo-да ондай жоқ, және ол ақшамен де істейді Vimeo. Премиум аккаунт алып алсаңыз, әрқашан қалаған нәрсені қоса беруіңізге болады, бір неден басқа. Adult порно контенттен басқа. Түсінікті. Енді мысалы өзің сайт жасап жүрсің де, анимация, әрі аниматорсың. Қандай технологиялар пайдаланасың? Флеш пайдаланасың ба? Ал флеш пайдаланамын, флеш көбінесе вебке арналған. Себебі ол жақта векторлық суреттер жеңіл болады. Әрі ішіне музыкасын бәрін істесек өзі қысып, SWF-қа айналдырған кезде кәдімгі бір 10 минуттық видео сияқты анимацияның өзі бір 300-400 килобайтқа түсіп қалады. Оны пайдалану себебіміз вебте пайдалану. Ал телевизорға шығатын анимацияға флеш пайдалану пек не емес, ыңғайлы емес. Себебі векторде сурет салумен кәдімгі қағазға салу қиындау, екеуінің айырмашылығы көп. Флеш әлі қаншалықты жүруі мүмкін? Мысалы, қазір оның орнын HTML 5 пен CSS 3 ауыстырады. Бұл не емес қой, ол веб жағы. Мысалы, флеш плеермен, мәселе флеш плеермен болып тұр ғой. Флеш плеер деген көп процессор жейді, нені қинайды компьютері, сол себептен деп солай дау болып тұр. Және ол Apple мен Google-ның өзі екі ортасында бәсекелестік талас. Ал оның сыртында мысалы Air деген жүйе бар, мысалы өзі код жүйесі ғой, неге қосылатын флешқа. Олмен әртүрлі нәрсені жасап, неге қоса беруге болады. Мысалы Apple-ға да, басқа компьютерларға да, басқа жүйелерге, Linux-қа да бәрін істей беретін жасауға мүмкіндігіміз бар. Сондықтан флештің өшетін несі жоқ, флеш тек неде пайдаланылмайды вебте. Мысалы индустриалдық жүйелерде, таныстыру дисктерінде, мысалы бір анимация симуляциясы, мысалы әскери симуляцияларда солардың бәріне пайдалануға болады. Сондықтан флештің өмірі ұзақ әлде. Әлі ұзақ. Мүмкін аты болашақта ерте дейсің ба әлі? Мүмкін болашақта аты басқа бірдеңе болады. Флеш Air болып кетеді, бірақ флеш болып қалады. Демек анимацияға ыңғайлы. Демек оны үйренуге болады әлі, иә? Түсінікті. Бізге келіп сұхбат беріп, осындай өз ойыңмен, тәжірибеңмен бөліскен үшін көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта сайт жасаушы, аниматор Батыр Хамзаұлы болды. Келесі кездескенше.